Баршаңызға қайырлы күн. Экра жауды көрсететін болам. Парақшам пайдалы, подписка бөліміне тіркеліп, қоңырауша басуды ұмытпаңыз. Огородымдағы помидорларымды полный жинап алып, ашып тазалап алдым. Осылай майда болды. Сәбізімді де ашып тазалап алдым. Болгарскийімді де ашып тазалап алдым. Чесногымызды да ашып тазалап алдым. Әшімізді де ашып тазалап алдым. Осылай барлық заттарымызды дайындап алдық. Енді мясорубкамен өткізіп аламыз. Мясорубкамен осылай дайын қылып алдым сәбізімізді. Енді осындай барлық затымызды дайындап болғаннан кейін жайлап өткізетін боламыз. Мен болгарскийімді өткізіп алдым. Әшімді өткізіп алдым. Міне чесногымды өткізіп жатырмын. Осылай қылып барлығын өткізетін боламыз. Сәбізді де өткізіп жатырмын. Болгарскийдің негізі қызылын қолданған жақсы, еттілеу болады, әшшіге сол жақсы болады. Ал огородымдағы бар көпімбек болгарскийді жинап алып істедім. Қызып тұрған майымызға болгарский, әші, сәбіз соларымызды салып алдым бірінші очеред. Енді исі керемет шығады. Кейін қалған барлығын помидорымды, болгарскийімді салып алдым. Осылай қайнатып аламыз. Осылай бұрқылдап қайнайды. Бұрқылдап қайнаған кейін әбден араластырамыз. Көбігімен бірге кетіп қалады. Сонымен аузын жауып қоямыз. 1 сағаттан кейін алып, осылай тағы да қайнайды. Қайнағаннан кейін 3 қасық тұзымызды сабаламыз. Мынау менде шекер. 1 қасық шекер салдым. Қатты әші болмау үшін. Қараңыздар. Қалай қайнап жатыр. Осылай бетін жауып қоямыз. Қайнап болғаннан кейін қайнатып, жай отқа қойып. Қараңыздар, енді біздікі дайын. Қарабошымызды саламыз. Қарабошымызды саламыз. Дәнін де салсаңыздар болады, домалақ-домалағын. Мен осындай бұрышын жақсы көремін. Сіздер қарабошты салсаңыздар да болады. Осылай бетін жауып, міне енді дайын. Менде примерно 3 сағат қайнады. Қараңыздар. Крышкасын қайнатып жатырмын, банкымды булап жатырмын. Осылай шайнектің үстіне қойып булаймын. Крышкасын 15 минут қайнаттым. Осылай жайлап банкымызды дайындап сала береміз. Парақшам пайдалы. Мені жоғалтпау үшін подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Достарыңызға жіберсеңіздер болады, келіндеріңізге де. Закрывашкамен банкымызды жауып аламыз. Мен 3 қайтара апарамын ақырына дейін. Банкымызды жылы күйінше орап қоямыз. 2 күннен кейін суғаннан кейін аламыз. Достармен осы видеомды бөлісіңіз. Рахмет.